Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен блогер Бекзат арнасы. Достар, бұл видеода біз G2 Core телефоны, G2 Core телефоны, яғни памяті 8 гигабайттық G2 Core, менікі қазір айтамын, точно G2 Core G2 260F. Достар, осы сіздің мысалы Free Fire немесе Minecraft ойнайтын кезде, басқа ойындар ойнайтын кезде ютубқа видео салғыңыз келіп, ойын түсіргіңіз келеді. Бірақ ойын түсіретін кезде телефон ойынға кірген кезде не өшіп қалса, бүйтіп өшіп қалады. Соны қалай өшіруге жолын айтамын. Ол үшін мынау Smart Manager дегенді басамыз. Сосын оповещение, произведение дейтін боламыз. Кірген кейін установить предложениені басамыз. Және де мобиль дейміз, аудиторияда қосып қатуға дейтінді басамыз. Болды. Осымен біздің видео аяқталды. Қайдам десе лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Тек бұл G2 Core